Сәлеметсіздер ме, құрметті арнайы кітапхана оқырмандары. Кітапханамыздың «Дос болайық кітаппен» атты жаңа жобасын сіздерге қарай жол тартқанын хабарлауға қуаныштымыз. Жобаны жүзеге асыру нысаны тақырыптық подкастинг болып табылады. Подкаст классикалық радио бағдарламаларға ұқсайтын, бірақ интернет арқылы тартылатын және кез келген ыңғайлы уақытта тыңдауға болатын аудио бағдарлама. Бұл жоба арнайы кітапхана оқырмандарына ақпаратты қолжетімді және ыңғайлы түрде алу мүмкіндігін беру мақсатында әзірленген. Сонымен қатар, жаңа технологияларды қолдану арқылы кітап оқуды танымал ету, бұқаралық библиографиялық ақпараттың ауқымын кеңейту және тиімділігін арттыру, кітапханалық ақпараттық ресурстар, басылымдар мен кітапхана ұсынатын қызметтер туралы тұрақты және әлеуетті оқырмандарды хабардар ету, оқырмандардың өзін-өзі шығармашылықпен көрсету үшін виртуалды платформаны әзірлеу, кедергісіз және ыңғайлы кітапханалық ортаны құру. Қарапайым сөзбен айтқанда, біз кез келген ыңғайлы уақытта тыңдай алатын және кітапхана мен оның оқырмандарының ең өзекті мәселелерін көрсететін хабардар жасаймыз. «Дос болайық кітаппен» жобасы 4 айдардан тұрады. Бірінші айдары библиохабар, екінші код ученый және үшінші книжная лавка, сонымен қатар 4-ші айдар точка зрения деп аталады. Библиохабар кітапхананың жоспарланған іс-шараларын жариялайтын оқырмандардың барлық санаттарына арналған ай сайынғы айдар. Әр айдың басында библиохабар айдары арқылы сізде алдағы іс-шаралар туралы түсінік болады. Яғни, өзіңіз қатысқыңыз келетін іс-шараны таңдап, бос болатын уақытыңызды алдын ала жоспарлай аласыз. Книжная лавка бөлімінде қордағы кітаптардың жарнамалары және жаңа сатып алуларға шолулар бар, аудио хабарлар бар. Код ученый айдары балалар мен жасөспірімдерге арналған тәрбиелік айдары. Бұл подкаст жас оқырмандар арасында ғылыми білімді насихаттау үшін жасалған. Ең алдымен жас оқырмандардың жалпы эрудициясының артуы, әлемге, оның құрылымы мен өмір сүру принциптеріне, жердегі тіршіліктің себептері мен болашақ экологиялық ақпараттардың қаупіне дейін кеңірек қарау, мүмкіндігі паранормальды құбылыстардың мәнін және Бермуд үшбұрышының құпиясын түсінуге арналған аудио хабарлары. 4-ші айдар точка зрения. Осы подкаст аясында біз өзекті тақырыптар мен мәселелерді талқылаймыз, пікір алмасамыз және оқырмандарымызды қызықты адамдар мен виртуалды әңгімеге қатысуға шақырамыз. Барлық эпизодтарды YouTube арнамыздан таба аласыз. Сондай-ақ қажет болса, біз WhatsApp, Telegram және басқа мессенджерлерде оқырмандардың жалпы чаттары үшін подкаст материалдарын тарата аламыз. Аудио хабарлар жаңартылған сайын кітапхананың әлеуметтік желілерінде оларға сілтеме жарияланады. Эфирде кездескенше сау саламатты болыңыздар.